Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Мөлдір. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды және тез жасалатын гусарский деп аталатын салат жасаймыз. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі. Ал енді жасалу жолына кеттік. Бізге ең біріншіден қақталған тауық еті немесе руляда қажет болады. Біз оны осындай полоска етіп турап алуға болады, я болмаса теркадан өткізіп аламыз. Видеода көрсетілгендей, салатымызды жинамас бұрын ең біріншіден тарелкамызға майонезді жағып аламыз және оның үстіне ұнтақталған чесногымызды саламыз. Содан кейін жаңағы полоска етіп туралған қақталған тауық етін не болмаса рулядамызды салып үстіне майонез жағамыз. Содан кейін тұздалған қиярымызды теркадан өткіземіз, я болмаса өз қалауларыңызша турап салуға да болады. Қиярымызды салғаннан кейін үстіне тағы да майонез жағамыз. Келесі кезекте қайнатып алынған картопты теркадан өткізіп, өстіп бірінен кейін бірін тізбектеп жинаймыз. Содан кейін үстіне майонез жағамыз. Ең соңында сырды да теркадан өткізіп, өстіп картошканың бетіне жинаймыз. Ең соңында өз қалауларыңызша салатымызды қайнатып алынған жұмыртқаның ағымен әсемдеуге болады, я болмаса оның қажеті де жоқ. Видеода көргендей, салат өте тез жасалады және де өте дәмді, тойымды. Қонақ келер кезде де осы салатты жасап үстелге қоюларыңызға болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді салат, ұнайды деген сенімдемін сіздерге. Менің жасаған рецебім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға пока!